Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 114-ші сабақ есептер шығару тақырыбы. 1-ші тапсырма, есепті шығар. Көктемгі демалыста Әсем 3 сөз жұмбақ шешті, және одан 3 есе артық есеп шығарды. Әсем есепке қарағанда неше сөз жұмбақты кем шешті? Ең алдымен неше есеп шығарғанын анықтаймыз. Ол үшін сөз жұмбақтың санын 3 есе арттырамыз. Сонда 3 көбейту 3 тең 9 болады. Енді неше сөз жұмбақ кем шешкенін анықтау үшін 9-дан 3-ті азайтамыз. 6 болады. Жауабы: Әсем есепке қарағанда 6 сөз жұмбақты кем шешті. 2-ші тапсырма. Балалар 9 алмұрт ағашын және одан 2-і артық өрік ағаштарының түптерін әктеді. Балалар барлығы неше ағаштың түбін әктеді? Ең алдымен өрік ағашын анықтаймыз. Ол үшін 9-ға 2-ні қосамыз. Тең 11 болады. Енді барлығын анықтау үшін алмұрт ағашына өрік ағашын қосамыз. 9 қосу 11 тең 20 болады. Жауабы: балалар барлығы 20 ағаштың түбін әктеді. 3-ші тапсырма, есептерді шығар. А есебі: 8 қапшықтың әрқайсысында 3 килограммнан ұн бар. Қапшықтарда барлығы неше килограмм ұн бар? Есептің шарты: қапшықтың саны 8, әрқайсысы 3 килограммнан, барлығы неше килограмм ұн? Оны анықтау үшін қапшықтың санын 3 килограммға көбейтеміз. 8 көбейту 3 тең 24 болады. Жауабы: 24 килограмм ұн бар. Ә есебі: массасы 24 килограмм ұн 8 қапшыққа тең бөлініп салынды. Бір қапшыққа неше килограмм ұн салынды? Есептің шарты: ұн 24 килограмм бөлінді 8 қапшыққа, бір қапшықта неше килограмм бар? Оны анықтау үшін 24-ті 8-ге бөлеміз. 24 бөлу 8 тең 3 килограмм болады. Жауабы: бір қапшыққа 3 килограмм ұн салынды. Б есебі: 24 килограмм ұнды 3 килограммнан қапшықтарға бөліп салу керек. Неше қапшық қажет? Есептің шарты: ұн 24 килограмм, бір қапшық 3 килограмм. Қапшық санын анықтау керек. Ол үшін 24-ті 3-ке бөлеміз. 24 бөлу 3 тең 8 болады. Жауабы: 8 қапшық қажет. 4-ші тапсырма, есепті шығар. Кітапта 64 бет бар. Айнұр 5 күн бойы күніне 7 беттен оқып отырды. Айнұр әлі кітаптың неше бетін оқуы керек? Есептің шарты: кітап 64 бет, оқыды 5 күн, күніне 7 беттен қалды неше бет? Ең алдымен неше бет кітап оқығанын анықтаймыз. Ол үшін 5 күнді 7 бетке көбейтеміз. 5 көбейту 7 тең 35 болады. Демек 35 бетін оқыды. Енді әлі кітаптың неше бетін оқу керек екенін анықтау үшін барлығы 64 беттен оқылған 35 бетті азайтамыз. 64 азайту 35 тең 29 болады. Жауабы: Айнұр әлі кітаптың 29 бетін оқуы керек. 5-ші тапсырма. Сызба бойынша 4-ші тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр. Оны шығар. Сызбаға қараймыз. Күніне 7 бет оқыды, қалды 29 бет.
Барлығы неше бет оқыды? Осыны анықтауымыз керек. Есептің шарты: оқыды 5 күн, күніне 7 беттен, қалды 29 бет, барлығы неше бет? Оны анықтау үшін ең алдымен оқылған беттерді анықтаймыз. Ол үшін 5-ті 7-ге көбейтеміз. Тең 35 болады. Енді оқылған бетпен қалған бетті қосамыз. 35 қосу 29 бет. Тең 64 бет. Жауабы: барлығы 64 бет. 6-шы тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу: 8 бөлу x тең 2-ге. X-ті табамыз. X тең 8-ді 2-ге бөлеміз. X тең 4-ге. X-тің орнына 4-ті қойып теңдеуді тексереміз. 8 бөлу 4 тең 2-ге. 2 тең 2-ге. Келесі теңдеуде x тең 1-ді 8-ге көбейтеміз. X тең 8-ге. X-тің орнына 8-ді қойып теңдеуді тексереміз. 8 бөлу 8 тең 1-ге. 1 тең 1-ге. Келесі теңдеу күрделі теңдеу, жай теңдеуге айналдырамыз. X қосу 300-ді жазамыз. Тең 700-ден 100-ді азайтып аламыз. 600 болады. Енді X-ті табамыз. X тең 600-ден 300-ді азайтамыз. X тең 300-ге. X-тің орнына 300-ді қойып теңдеуді тексереміз. 300 қосу 300 тең 700 азайту 100. Теңдеудің екі жағы да 600 тең 600-ге. 7-ші тапсырма. Есепте. Бірінші өрнекте бірінші бөлу амалы, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. 27-ні 3-ге бөлгенде 9 болады, 14-ті 2-ге бөлгенде 7, 9-ға 7-ні қосқанда 16 болады. Келесі өрнекте бірінші жақшаның іші орындалады, екінші көбейту, үшінші қосу амалы орындалады. Жақша ішінен 9 шығады, 9-ды 5-ке көбейтеміз, 45 болады. 45-ке 55-ті қосқанда 100 болады. Келесі бірінші бөлу, екінші көбейту, үшінші азайту амалы орындалады. 60-ты 3-ке бөлгенде 20 болады, 20-ны 4-ке көбейткенде 80 болады, 100-ден 80-ді азайтқанда 20 болады. Келесі өрнекте бірінші көбейту, екінші бөлу, үшінші қосу амалы орындалады. 9-ды 5-ке көбейткенде 45, 36-ны 4-ке бөлгенде 9 болады, 45-ке 9-ды қосқанда 54 болады. 8-ші тапсырма. Диаграмманы пайдаланып, бос торкөзге қалып қойған санды қой. Сұраққа жауап бер. Көктемгі демалыста Әлима белгісіз күн ата әжесінің үйінде, 3 күн ағасының үйінде қонақта болды. Әлима неше күн қонақта болды? Диаграммаға қараймыз. Сары түс және жасыл түс берілген. Сары түс 3 күн, демек бұл ағасының үйінде болған күндер. Ал жасыл түсті ол ата әжесінің үйінде болған күндер. Оны санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек бос торкөздің орнына 6 санын қоямыз. Есептің шарты: ата әжесінің үйінде 6 күн, ағасының үйінде 3 күн болды. Барлығы неше күн қонақта болды? Оны анықтау үшін 6-ға 3 күнді қосамыз. Тең 9 күн болады. Жауабы: 9 күн қонақта болды. Диаграмма бойынша өзің басқа сұрақтар қой. Ата әжесінің үйінде ағасының үйіне қарағанда неше есе артық болды?
ата әжесінің үйінде 6 күн болды, ағасының үйінде 3 күн болды. 6-ны 3-ке бөлеміз, сонда 2 болады. Жауабы 2 есе артық болды. Өздерің басқа сұрақтар қойсаңдар болады. 9-шы тапсырма. Айдар 5 жаста. Айдардың ағасының жасы одан 3 есе үлкен, ал әпкесі ағасынан 7 жас кіші. Айдардың әпкесі неше жаста? Есептің шарты: Айдар 5 жаста, ағасы белгісіз, бірақ Айдардан 3 есе үлкен. Әпкесі белгісіз жас, бірақ әпкесі ағасынан 7 жас кіші. Әпкесінің жасын анықтау керек. Ең алдымен ағасының жасын анықтаймыз. Ол үшін Айдардың жасын 3 есе арттырамыз. 5 көбейту 3 тең 15 болады. Ал әпкесі ағасынан 7 жас кіші. Демек, ағасының жасынан 15 жастан 7 жасты азайтамыз. 15 азайту 7 тең 8 болады. Жауабы: Айдардың әпкесі 8 жаста. 10-шы тапсырма. Есепті шығар. Арман үйінен дүкенге дейін 5 минут жүреді. Егер ол дүкенге 2 рет барып келсе, жолына барлығы қанша уақыт жұмсайды? Есептің шартын құрып аламыз. Жүреді 5 минут, барып келді 2 рет. Барлық уақытты анықтаймыз. Ең алдымен 1 рет барып келгенде неше минут жұмсайтынын анықтаймыз. Бару үшін 5 минут жұмсайды, қайту үшін 5 минут жұмсайды. Сонда 10 минут болады. 1 рет барып келгенде 10 минут жұмсайды. Ал 2 рет барып келгенде неше уақыт жұмсайтынын анықтау үшін 10 минутты 2 ретке көбейтеміз. 10 көбейту 2 тең 20 минут болады. Жауабы: барлығы 20 минут жұмсайды. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.